Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Вирсус. Бүгін бізде керемет енді шоу матчпен не алдысек болады. В общем, біз бүгін Пекош ютуберге қарсы бірге бір шайқасатын боламыз. Арнаға тіркеліп лайк басып кетеміз. Мен Бекоштың аккаунтын шығарып қоямын. В общем, біз бірінші Пайперді таңдадық. Кім ұтады деп ойлайсыздар? Комментария жазып қалдырып кетіңіздер. Оның ойнамағына көп болған, енді по-любому енді кішкене зат қалады ғой енді. Көреміз кім ұтатынын. В общем, осылай сразу атып тастаймыз. Енді уверенно едім енді. Жалпы мына атакадан кейін кішкене уверенно түсіп қалды, енді базар жоқ. Ойнап қояды екен, енді Пайперді бізде что-то ой, что-то тупит етіп жатыр, базар жоқ. Тигізіп тастады, енді біз енді реванш аламыз. В общем, реванш деп, то есть не олай. Камбэк жасайтын боламыз. Көреміз енді, камбек жасай алсам жасаймын, енді жасай алмасам жоқ. Көреміз енді бұйырған. Опа, мінекей өйстіп атамыз, бір тигіздік. Ол туппа қателесіп кетті базар. Ой, қалай оны? Опа, міне тигіздім, шошып кетті, тигіз алмай қалдым да. Мінекей кішкене көңіл көтеретін эмоции көрсетеміз оған. Чтобы жизнь малиной не казалось хошем. Көрсетеміз, бізде уже ұтылып жатыр. По-любому ұтылып жатыр. Бір килл керек. Ой, қаштым. По-любому, опа, тимей қалып қазір. Ой, по-любому тегісіп тұр. Аламыз әлі. Пайды қазір өлтірсем неше береді екен. Пайды неше бар ода. Опа, жартақ қалды. Енді мынау өлтті жасаңыз ба. Ай, тимей қалды. Опа, по-любому жетпей жатыр әлі. Бір килл жасау керек енді. Қазір тауып алайық, главный өліп қалмау керек. Опа, қисық. Уақыт қысқан кезде енді өссеміз ғой. Хотя бы кішкене былай жинап алайын. Опа, достар, ұтып кеткен соң базар жоқ. Қатты жаман эмоция көрсетпейміз, просто жай ғана. Былай көрсете қоямыз, мінекей. Ұтып кеттім, енді бұл жолы қиын болды, базар жоқ. Енді кішкене ұтылып қалайын дедім, соңғы секундта ұтып кеттім. В общем, басқа байытсан деп. В общем, көреміз енді қандай байыт айтады, соны таңдаймыз. В общем, қазір динамайкпен көрейік енді ұтатын шығар. Көріп отқаныңызда осындай секретін ганжетпен, секретін звездный силамен қатыратын ганжет алып алдық енді. Пекош что там не қылды дейді, не дейді екен, үйтіп көрсет жөрек. Мінекей динамайк алғанымызды. Біз күтеміз енді оның. В общем, қазір ол алғасын сразу бастап кететін боламыз. Мінекей уже бастап кеттік. Бұл жолы кім ұтады деп ойлайсыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мінекей менде уже что-то көріп отқаныңыздай. Пайда екеуміз динамайкта уровеніміз бірдей алмазыны екен. Мінекей, что-то ошибка қатып қалды ма, білмеймін, бітіп қалды ма. Алып, осындай жетірек. Былай секіреміз сразу. Қататынға түсіп қалдық, базар жоқ. Туппа қататынға түсіп қалдық ганжетке. Енді, неге, что-то жағылмай қалды мұнан. Көріп отқаныңыздай, опа. Жетіспей қалдым, базар жоқ. Қашып кетеміз. Мінекей атака. Тигіздік екі рет. Кішкене жүре тұрайық. Енді осылай ганжетті бекер басып қойған секілдімін. Что-то енді жүре тұру керек. Босқа қыртпау керек. Мінекей бұл ганжетін құртып жіберді. Атакаға түсқалмау керек. Сразу лақтырамыз. Қатып қалғанда давить етеміз де. Тым болғанда эмоция көрсетеміз. Мінекей жақсы эмоциялар жібереміз. Неге? Жақсы. Абайлап ойнау керек, енді бұл жолы ұтылып қалмау керек. Жалпы манда ұтылған жоқпын, енді жалпы ұтылмау керек қой, короче. Мінекей. Қате қолданып жіберген. Ұттық. Жоқ, тимей қалды, базар жоқ. Бұлай қолданамыз, жоқ. Ультамай. Қисық аттым, енді мынау қатыр жүрмесін. Мінекей өлді одан точно жоқ. Қалай өлмей жатыр ма? Мінекей өлді.
и уақытта бір неше секундтар қалды, уже 12 секундта. Өйтіп просто ойыншық қылып жүре тұрамыз да былай лақтырамыз. Деп оп дейміз де сразу что-то не қолданылмай қалды базар жоқ. Я ұшып келе жатып қолдана алмайды секілдіміз. И мінекей сразу ай жетіспей қалды, ұтатын едік. Ну по-любому ұттық қой, енді 2 килл жасаппыз. Жақсы, ондай болса келесі басқа параплер алайық енді. Ну, короче, достар, енді браво бұл ойнайын деп шештік. Бұл жолы Мортиспен көріп отқаныңыздай осындай картада ойнайтын деп шештік. Енді бұл жолы кім ұтады деп ойлайсыздар? Каждый ойын сайын айта берсең де сөйтіп. И мінекей допта бірінші беріп қоймыз, бірақ өзіміз мінекей осындай мықты зат толтырып аламыз. Сразу атакамен ойынның ганшет басылмаған, базар жоқ. Осылай енді ұтып тастасақ болады енді, без проблемда, бірақ біз енді оңай гол салмаймыз. Что-то бүйтіп жүреміз де, мынау атакашыдан күтіп тұрамыз да. Бүйтіп қоймыз да, опа деп гол салып кетеміз. Бірақ ол ульта толтырып алған екен, базар жоқ, абайлау керек. Что-то енді күте тұрайық оны. Опа, манағыдай қайталаймыз да сразу. Омай, ультамен топқа кетіп қалды, базар жоқ. Енді без проблем допты алып алдық, енді өйтіп қашамыз. Бір атака и артын жүгіреміз. Оп, и оттық. Өлтіріп тастады мені. Өлтіріп тастады. Енді ол жетем дегенше мен сыра тіріліп жетсем. Жалпы достар, ана көп видео шықпай кетті, сол үшін кешірім сұраймын. Енді видео салып тұруға тырысамын енді, бірақ білесіздер, ой қателесіп кетті ол. Мана мен секілді ульта қолданып жіберді. Бұл жерде ұта салсақ болады енді. Зачем ұзақ қылып видеоны? В общем, өйстіп ұта салып ұттық. Оңай болды енді, бұл жоқ. Ешқандай қиындық болған жоқ. В общем, басқа ойын, в общем, андай нет, хоккей алдық. Бұл жолы Эль Примо аламыз дейді, бірақ что-то білмедім енді. Что-то қателесіп келген секілді, Морти салып алыпты, базар жоқ. Енді ол қиналатын болды. Просто өйтіп лақтырып жібересің де, өйтіп атака жасап гол салып кетсең болады. Жаңа қисық кетіп қалған секілді, қисық кетіп қалыпты. Мінекей өлтіріп салдық. Что-то не істейміз. Өйтіп лақтыра тұрайық енді. Допты. Мінекей көріп отқанымыздай 5 шанс секілді скорспен кіріп кетті ма деп ойлап қалдым енді. Мінекей бүйтіп итеріп жібересің. Келем дегенше. Алайда бұлай ойыншық қылып отырамыз енді. Что-то өзі де не істеген өзі білмеген секілді. Бұл ойынды жалпы ойнамаған енді, көріп отқанымыздай бекош. Қандай ойын екенін өзі де білмейді айтпақшы. Сосын енді өйстіп тұра тұрайық та бұлай салып кетеміз бе? Жоқ, бермейді возможность. Что-то неге бұлай ата береді енді білмедім. Нақтысын енді. Мінекей. Жалпы без проблем. Ой, не істеп қойдым енді. Ошибка ғой, ошибка. Өзім беріп қойған базар жоқ. Тупить етіп қалдым енді. Ну, по-любому отамыз енді. Жақсы. Бір гол сала қойсын енді, біз қатты ойнатпай бүйтіп гол салып тастайық. Опа, мінекей көріп отырғаныңыздай қатты ойнайтын адамдар ұқсап басқа бірдеңелер істеп қояды екен. Оп дейсің де бұна жаққа қарай. Оп дейсің, типа алдайсың. Бүйтіп атасына бүйтіп лақтырып жібересің, и гол. Без проблем. И тағы бір гол салып жіберсек. Ультамен ой қателесіп кеттім, базар жоқ. Гол салып кететін еді. Но енді салмады голды. Салып жібереміз, сразу 30 секундта тағы бір гол салсақ. В общем, көріп отқаныңыздай унижение десек те болады. Маған өзінің суретін жіберіп жатыр екен, базар жоқ. Ой. Мінекей. Ештеңе болған жоқ. Осы жерден бүйтіп салып тастаймыз. Алдап кетесің ғой, короче. И мінекей. Логично болды. Бұл жол. Опа дейсің. Ай, жетіспей қалдым.
Ну, в общем, кольт алдық келесі матчта. Енді бұл жолы да ұтатын шығармын. Енді бұл жерде ана бірінші картаны таңдадық. По идее, енді кольтты айта алмаймын енді қатты ойнаймын деп. В общем, кольтты алайық деді ғой өзі. Алсақ алайық, ондай болса мінекей көріп отқаныңыздай манағы ашық карта. И оның кольты кішкене әдемілеу екен. Менікі бірақ олдский деп айтқан жалпы. Көреміз енді. Главное, скилл дейді ғой, в общем, екеумізде жоқ, база жоқ. Мінекей, опа, көрдіңіздер ғой, четкий попадание ғой. Опа, мінекей, чуть-чуть. Ой, мен, есекет. Чисто оққа қарай жүгірдім. Бұл жолы енді кішкене сақ болу керек. Опа, мінекей. Косой екен, база жоқ. Темппен жүгіру керек енді. Ой, мен. Тупить етіп жатырмын. Жалпы басқа ганжет алу керек еді. Өйткені ана ганжетті кішкене радиус үлкен ба, в общем, тегенде көп урон алады. Опа, өнеки оттық бізде. Победа біздің қолымызда. Эмоцияны жоп тастайық. Сразу мінеки ультамен жатып алыпсан, бірақ енді тіке жүгірмеу керек, білесіздер. Шықшай мінеки мақтап қоямыз. Бәрі нормально деген эмоция. 8 алмай жатым, база жоқ енді мінеки. Опа. Ой. Қиын болды енді. Ұтылып қалдық. Что-то ошибка мінеки бізге аяқтың суретін жіберіп жатыр екен. Ульта қолданып жатыр. Опа, 8 бейсің ғой енді, бірақ мен де 8 алмай жатырмын. Что-то білмедім. Опа, мінеки. Ай, хорош. Ұтып жатыр енді. 20 неше секунд? 22 секундта мен ұта алмайтын шығар. Бәрі мүмкін дейді ғой. Опа, мінеки. Ой. База жоқ, ұтылып қалдық енді. Мойындаймын енді, ұтылдым бұл ойында. Хорошо, все нормально болды. Ол 4 кел сат, ұят болып кетер, енді 2 келмен ұтып кеткен. Онда болса осымен бәрі бітті деп видео бітті дегенім ғой. Осымен видео бітті достар, сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаған болса арнаға тіркеліп подписаться етіп кетейік. Бәріңе сау болыңыздар дейді. В общем, қош сауыңыздар, және Бекоштың аккаунтына да тіркеліп кетіңіздер. Ссылкасын комментарияға қалдыратын боламын, егер вирусқа тіркеліңдер дейді. Осымен бәрі видео аяқталды достар, қош сау болыңыздар.